Ал енді құрметті кеш қонақтары, бүгін осындай сіздерге арнайы жырлаған есепті концертімізден өз мәресіне жетті. Осынша айындықты өздеріңізге көрсетуге асықтық. Сондықтан да енді қорытынды сөз сөйлеуге ортаға арнайы Қаскелең қаласынан келіп отырған ұлағатты ұстаздарымызды шақырсақ, келіңіздер. Атамыз біздің тобымызда Данияр деген жігіт болған, қазір осы Қаскелең мәдениет колледжінің студенті, осы кісінің немересі болған. Ата келіңіздер. Және Обрай топ орталығының директоры Жанар Аманжолқызын шақырайын. Келіңіздер, ұстаздар, ата-аналар және басшымызды ортаға шақырайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Қайырлы кеш, құрметті де ардақты қазақ елі, соның ішінде мынау өнер сүйер қауым баласын өнерге баулып, сол үлкен киелі сахнадан көріп отырған ата-ананың ең үлкен бақыты мен шыны осы деп ойлаймын. Өйткені бізде өнер саласында жүріп балаларды оқытып жатырмыз. Бірақ енді мына ауылдың осындай өркендеп, өсіп, келбеті бері қарап, көңілі әрқашанда өнерге, өмірге бет салып жатқанына өте қатты қуанып жатырмыз. Біз жалпы Қаскелең мәдениет колледжінде мұғалімдар жан-жаққа шығып, осы Ерғазы бәрі бақанаста жан-жақта болғанда бүткіл ауылдың бәрін аралап, сол ауыл жастары, ауылдың осы балалардың бәрін көріп тамашалап, сол үгіт-насихат жұмысы дейді ғой, өзімізге оқуға шақырып, сөйтетін бір кезеңдер көп болған. Қазір Құдайға шүкір, инновация, технология, қазір бір WhatsApp-пен, Instagram дейді, көп сондай жүйемен өзімізді білдіріп, жан-жақты біліп жатамыз. Сондықтан мынау Мақпал ханымға осы мекеменің мінекей басшысы болып жатыр. Бірге талай жұмыс істедік. Бұл қызымыз енді өте өнерлі. Ерғазы 70 адаммен жұмыс істеп жатса, бұл кісі 700 адаммен жұмыс істеген адам айқайлап дауысы жер жарып мінекей. Сондықтан осы керемет Зәулім сарай, осы бұрынғы жетісу ғой мынау. Осы құлап атқанда да келгенмен көрген, көбеде ішім ашық, мәдениетіміз, өнеріміз қайда кетіп бара жатыр деп. Міне керемет қандай қуанарлық жағдай. Бәрі жарқырап тұр, кіргеннен бақилы киісіп қойды мінекей. Келесі ойпырмай дастархан жайып жатыр, қазақтың керемет көңілі. Екіншіден Ерғазыға үлкен рахмет. Ерғазы өзімізде керемет тамаша бітірген. Сонау бала топардан өзіміз шақырып, оқытып, тоқытып, екі бала келген, қызыл диплом алып, белсенді қатысып, адамның бойында бір нәрсе сатылмайды. Ол пейіл. Сен пейілді ішінен сатып ала алмайсың. Сондықтан мұншама балаға осындай домбыра үйретіп, соған шашқамай, осы бүткіл барында, нарында, білгенінде, білмегенінде салып атқан Ерғазыға үлкен рахмет. Сіз бізді көркейтіп, ұстаздарды төрге шығарып мінекей, сенмен мақтанамыз. Жаңа Сәулетбай өлең айтып жатыр. О міне, Сәулетбай өте тамаша, консерватория бітіріп, магистратурада оқып жатыр. Балаларымызды әкеп ортаға қосып жатырмыз. Болашақ бұл балаларымызда ұстаз болады. Болашақта осы қазақтың балаларын үйретеді бұлар. Қытайдың балаларын үйретпейді, немесе орыстың балаларын үйретпейді. Сондықтан мына керемет тамаша ойнап жатыр. Мен өзім бұлай қатесіндей байқап тұрған жоқпын. Сондай бір көңіл солай болғаннан кейін ба, мына балалардың өзі ойын керемет тамаша екен. Сондықтан балалар сіздер қалмай дайындалыңыздар. Осындай айтқан ағайларымыздың осындай еңбегін әрқашанда ақтап бізге оқуға келіңіз. Содан кейін біз ары қарай қолдан келгенше сіздерді үйретеміз. Осының бәрін басқарып мінекей бір жүйеге келтіріп отырған Жанар Аманжолына үлкен рахмет. Мінекей осындай бәріміз қарап тұрсаңыздар қазақтың балаларын тәрбиелеп жатырмыз. Қазақтың ниетін, екі шектің құлағын бірін қатты бірін сәл-сәл тембіра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Қазақтың үш киесі, ол бірінші қаранар домбырасы, екінші қаранар қара жері, үшінші қара елі. Осы аман болса, қазақ аман болады. Bir jürükten bir jürük alışmagan, жақсылардан жақсылар алыстамаған, ой шіркін жақсы болмасын, мынандай мықтылардан алыстаған деп, тек қана жақсылық, жақсы концертте кездесе берейік. Барлықтарыңызға рахмет.
Ал енді бүгін мынау рахмет Ерғазы ұстаздарына, Қаскелең мәдениет колледжіне өте үлкен алғыс. Өйткені осындай кезде сіздердің қолдауларыңыз керек. Өйткені сіздердің шәкірттеріңіз Ерғазы бүгін керемет, көрдіңіз бе, не көрсетіп жатыр. Қандай өнерін, балалардың өнерін көрсетіп жатыр. Ата-аналарға көп рахмет. Ерғазы ағайымыз жас болса да, бірақ көріп тұрсыз қанша баламен терін төгіп жұмыс жасап жатыр. Балаларға да үлкен алғыс. Ағайларын тыңдап, әрдайым кел деген кезде репетицияға да барлық жерге белсене қатысады. Ертең де мысалы бұлар конкурсқа жолдама алып отыр. Сондықтан бұларға сәттілік тілейміз. Балаларға біздің ата-аналарды қолдайды әрдайым, бізді ағайға да сәттілік тілейміз. Көп белестерден көрініп жатыр біздің балалар да, мұғалім де. Сондықтан енді осындай концерттерімізге жиі келіп тұрыңыздар. 25-не болатын актерлік шеберлік біздің қойылымызға да келіңіздер, қолдарыңыз тиіп жатса. Негізі бізде Ерғазы 3-4 ай сайын жақсы концерт беріп жатады. Сондықтан көрініп тұр қандай мұғалімдер бар екенін. Соның сіздердің еңбектеріңіз енді ол сол алған еңбекті осы жерге балаларға көрсетіп жатыр. Үлкен рахмет барлықтарыңызға.